тыныштығы екі адамға тән, отағасы мен отанасына, әйел адам мен ер адамға. Жұптарың жазылмасын дейді. Қазан ошақтарың майлы болсын, дастархандарың мол болсын дейді. Ғұмыр жастарың ұзақ болсын, өрістерің кең болсын, жолдарың ашық болсын. Қандай керемет. Төрт құбылаң тең, асық ойнар ұрпағың көп болсын дейді. Мына жерде жатқан кәрі осы үйді қорғап жатқан, қолына қару алған батыр іспеттес, болмаса құрық ұстаған бақташ іспеттес. Кәрі өзіндік несі бар. Қандай терең оймен жасалған. Былай қарасаңыздар, бір жамбас сүйектің маңайында барлығы чоғырланған. Міне мына жауырының өзінің қазандығы және ғұмыржасы дейді, мына қыры. Бұның жолбарысты қыры деп айтады қазақта. Енді мына өрісін бізде жолын ашып тастайды ғой. Сол мен сіз қазір айтып отырған кезде жауырынды жеп ана ортасын бүйтіп қойса, енді мағынасын енді түсініп отырмын ғой. Неге жасайды ғой? Өріс деп бізде кімді айтады? Қыз баланы айтады. Өрісіңіз кең болсын дейді. Ал асықты қыз бала да, ұл бала да ойнай береді. Асық ойнар ұрпағың көп болсын. Асық ойнаған. Негізі асық дейтін мағынасы сәттілік дейді ғой. Сәттілік қой. Сәттілік. Біздің енді бұл ұлттық ойындарымыздың бірі ғой. Бұрын кезінде бізді асық ойнағанда қалтамыздан қағып алушы еді, көзімізді мөлдіретіп, жылатып тұрып. Асығымыз тартып